Ассалаумағалейкум. Біздің бастайтын тақырыбымыз EKG, яғни электрокардиография. EKG-ға бастамас бұрын кішігірім анықтама беретін болсақ, EKG бұл жүрек бұлшықеттерінде түзілетін биоэлектрлік потенциалды зерттеу әдісі. Бұны биопотенциалдық түзілу теориясы деп атайды. Бұны 1912 жылы Брейнштейн айтқан. Яғни бұны қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, EKG жүректің автоматизм, өткізгіштік, қозғыштық, аберранттық, сонымен қатар жиырылғыштық қызметтерін зерттейді. Бүгін екі тақырыпты талқылаймыз, яғни жүректің негізгі қызметтері және EKG тіркемелі орналасу заңдылықтары. Жүректің бірінші қызметі бұл автоматизм. Автоматизм дегеніміз жүректің сыртқы әсерге байланыссыз өздігіне электрлік импульстер түсіп шығару қасиетін атаймыз. Бірінші дәрежелі автоматизм орталығы синусты түйін. Синусты түйін минутына 60-90 импульс түсіп отырады. Екінші дәрежелі автоматизм орталығы АВ түйіні. АВ түйіні минутына 40-60 импульс түседі. Үшінші дәрежелі орталық бұл гиш шоғыры 25-45-ке дейін импульс түседі. Жүрек жасушалары бізде екі түрге бөліп қарастыруымызға болады. Пейсмейкерлік және трансмиттер. Пейсмейкерлік жасушалардың ең жоғары концентрация синусты түйінде болады. Және одан неғұрлым қашықтаған сайын азая береді. Пейсмейкерлік жасушалар импульс түзетін жасушалар болып келеді. Екінші трансмиттер. Трансмитті жасушалардың қызметі электрлік импульстерді өткізу. Трансмитті жасушаларды ең көп шоғырлану талшықтарында болады. Мұндай орналасу ерекшелігі электрлік импульстерді қарыншаларда тез таралуын және екі қарыншаның бірдей жиырылуын қамтамасыз ету мақсатында. Жүректің екінші қызметі өткізгіштік. Өткізгіштік дегеніміз жүректің бір бөлігінде туған, қалыпты жағдайда синусты түйінде туған электрлік қозуды оның басқа бөліктеріне өткізу қасиеті. Қалыпты жағдайда синус түйінде түзілген импульстер оң жақ жүрекшеге және АВ түйінге Бахман, Венкебах, Торрелл жолдары арқылы таралады. Сол жақ жүрекшеге Бахманның жүрекше аралық талшығы арқылы жетеді. Бұл талшықтар арқылы импульстің таралу жылдамдығы 80 см/секунд. АВ түйінінде қозудың таралу жылдамдығы 20 см/секундқа дейін баяулайды. Соның нәтижесінде қарыншалар тек жүрекшелер жиылып болған кезде ғана қоза бастайды. АВ түйініне импульстер гиш шоғырына, оның тармақтарына. Яғни гиш шоғыры бізге екі аяқшаға бөлінеді. Сол және оң аяқшаларға. Біздің гиш шоғырымыздың сол аяқшасының өзі алдыңғы және артқы тармақтарға бөлінеді. Бұлардан соң импульс пуркине талшықтарына беріледі. Бірақ бұлардың бойымен импульстер таралу жылдамдығы бірдей емес. Гиш шоғыры мен оның тармақтары арқылы 150-100 см/секунд жылдамдықпен таралса, пуркине талшықтары арқылы 300-400 см/секунд жылдамдықпен импульс таралады. Қарыншалардың өткізгіш жүйесіндегі импульстердің өткізу жылдамдығы олардың тез қозуын қамтамасыз етеді. Жүректің үшінші қызметі қозғыштық. Қозғыштық дегеніміз жүрек жасушаларының импульстер әсерінен қозу қасиеті. Жүрек бұлшықеттерінің қозуы трансмембраналық әрекет потенциалының нәтижесінде туады. Жүректің төртінші қызметі аберранттық өткізгіштік. Бұл патологиялық өткізгіштік жүйесі болып келеді. Бұл импульстердің жүрекшелер мен қарынша арқылы өту бағытын өзгеру әсерінен туындайды. Жүректің бесінші қызметі жиырылғыштық. Жиырылғыштық дегеніміз жүрек бұлшықеттерінің қозудың нәтижесінде жиырылу қасиеті. Бұл қасиет тек жүректің миокард талшықтарына тән. Миокардтың жиырылғыштық қасиетінің нәтижесінде жүрек өзінің насостық қызметін қамтамасыз етеді. Бұл қазіргі кезде біз қолданылатын EKG
көрінісі. Ал оның кішігірім тарихына тоқталатын болсақ, EKG-ні ең алғаш рет 1906 жылы диагностикалық мақсатта Вильям Эйнховен басталынды. Яғни ол осы нәтижесінде 1924 жылы Нобель сыйлығының лауреаты атанды. Енді тоқталатын болсақ, бұл EKG жүйесіне көптеген ғалымдар еңбек сіңірді. Соның бірі Голдберг 1942 жылы осы бізге шеткері перифериялық қазір қолданылып жүрген шеткері аяқ қолдағы тіркемелерді ұсынды. Оны жаттап алудың әдісі қазіргі кезде бағдаршам әдісімен жаттауға болады. Тура бағдаршамның түсі тәрізді қызыл түс оң қолға, сары түс, кезектісі сары түс сол қолға, сол аяққа жасыл түс, оң аяққа қара түсті қоямыз. Яғни бағдаршамның түсінің реттілігіменен қызыл, сары, жасыл. Ал кеуделік тіркемелер болса, 1946 жылы Вильсонның қазіргі Вильсон тіркемелері бойынша жұмыс жасайды. Вильсонның кеуделік тіркемелерінің біріншісі белсенді электрод төс сүйектің оң жақ жиегінде 4-ші қабырға аралықта орналасады. Екіншісі белсенді электрод 4-ші қабырға аралықта төс сүйектің сол жиегінде орналасқан. 3-тен алдын біз 4-ші тіркемені қойып аламыз. Бұл да белсенді электрод 5-ші қабырға аралықта сол бұғана орта сызығының бойында орналасқан. Яғни бұғана сызығы. Ал 3-ші тіркемеміз бұл да белсенді электрод. Яғни 2-ші және 4-ші кеуделік тіркемелердің қосатын түзу сызықтың ортасында орналастырамыз. 5-ші тіркеме белсенді электрод 5-ші қабырға аралыққа алдыңғы сол қолтық асты сызықтың бойында орналасады. 6-ші тіркемеміз, 6-ші белсенді тіркемеміз 5-ші қабырға аралыққа ортаңғы сол қолтық асты сызығында орналасқан.